Сәлеметсіздер ме, балалар? Менің есімім Бердібаева Ғазиза Бисалықызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабақтың тақырыбы музыка өнері және қазақтың киелі домбырасы бөлімі бойынша ғасыр бұлбұлы тақырыбы. Сабақтың мақсаты мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, фразеологизм мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшелігін түсініп қолдану. Бүгінгі сабақта үйренетіндеріңіз мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыра отырып, фразеологизм мен мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшелігін түсініп қолдана аласыңдар. Балалар, мына сұрақтың төңірегінде ойланып көрейікші. Бұлбұл қандай құс? Бұлбұл құсы басқа құстардан несімен ерекшеленеді деп ойлайсыңдар? Бұлбұлдай сайраған, бұлбұл дауысты, күміс көмей деген сипаттарды не себепті әншілерге қатысты қолданған? Жарайсыңдар, дұрыс айтасыздар. Бұлбұл құсы басқа құстардан өзінің әдемі керемет даусымен ерекшеленеді. Сондықтан әншілерімізге бұлбұлдай сайраған, бұлбұл дауысты, күміс көмей деген теңеулер беріледі. Балалар, бұл сұрақтарға толық жауап алу үшін оқулықта 76-шы беттегі бірінші оқылым тапсырмасымен танысып көрелік. Қазақтың көрнекті әншісі Күләш Байсейітова Қазақстанда аты аңызға айналған тұлға. Небәрі 45 жасқа созылған қысқа ғұмырында ол жұлдыздай жарқырап халықтың сүйіспеншілігіне бөленді. Ең алғашқы шұға спектаклінен бастап Күләш саналы түрде халық мәнеріне жақын ашық дауысты сақтады. Күләштің образдар табиғатын тап басып тануы, ол танығаны шынайы шеберлікпен жеткізе білуі, кейіпкер болмысын аша түсуі оның сахна өнері үшін жаралған жан екенін әйгілей түседі. Халық Күләшқа қазақтың бұлбұлы деген атақ береді. Евгений Брусиловский жазған бірінші қазақ операсы Қыз жібектің қойылуы қазақ музыка мәдениетінде үлкен тарихи оқиға болды. Бірінші қазақ операсының әуенін бірінші орындаушылар өздері таңдап іріктеді. Әрине, олардың арасында Күләш та бар. Мәскеудегі қазақ өнерінің 10 күндігінде Қыз жібек бейнесін сомдаған Күләш тыңдарман жұртшылықты таң қалдырды. Правда газеті Қыз жібектің жақсы көріп салатын әні «Гәкку» керемет ән, ал енді соны Күләш айтқанда тіптен жандандырып жібереді. Демек, талант ел мен жерді талғамайды. Керісінше, өнерсүйер қауым сол талант иесін өзі таңдап, талғап, тауып алады, деп жазады. Күләш Байсейітованың дарыны көп қырлы. Ол еліміздің тұңғыш кәсіби деңгейдегі концерттік және опералық әншісі. Қазақ халқы Күләш арқылы дүние жүзінің классикалық операсы мен көптеген халықтардың музыкасын таныды. Оның дауысы қазақ даласындай кең де биік. Ұлттық нақышы айрықша болғандықтан орындаған әндері қазақ халқына жақын әрі түсінікті еді. Бірінші тапсырма. Оқылым мәтіні бойынша 2 ашық сұрақ және 2 жабық сұрақ құрастырайық. Дескриптор. Мәтінді түсініп оқиды, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырады. Жарайсыңдар, балалар. Екінші тапсырма. Дұрыс-бұрыс әдісі арқылы берілген сөйлемдердің ішінен фразеологизмдерді табыңдар. Дескриптор. Сөйлемдер ішінен фразеологизмдерді табады, бұрыс-дұрысын анықтайды. Жарайсыңдар, балалар. Өздеріңнің жазғандарыңды дұрыс жауабымен сәйкестендіріп көріңіздер.
Үшінші тапсырма. Жазылым. Күләш Бәйсейітова туралы «Ән падишасы» атты шағын әңгіме жазыңдар. Мақал мәтелдер мен фразологизмдердің мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолданыңдар. Сөз саны 60-70 сөз. Дескриптор. Фразологизмдердің мағынасын анықтайды. Мақал мәтелдер мен фразологизмдерді қатыстырып, шағын әңгіме жазады. Балалар, бүгінгі сабақта оқылым тапсырмасы бойынша қазақтың музыка өнерінің майталманы, ғасыр бұлбұлы, күміс көмейәнші Күләш Бәйсейітова туралы мағлұмат алдыңдар. Сонымен қатар, мақал мәтелдер мен фразологизмдердің мәнін түсініп, шағын әңгіме жазып үйрендіңдер. Балалар, сендердің әрқайсың өнер иелілерсіңдер. Өнерлінің өрісі кең демекші, әрқайсың сол өнеріңізді шыңдап, білім алаңында қалықтай беріңдер. Келесі сабағымызда кездескенше сау, саламатта болыңыздар.